Қайырлы күн, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алладан қорқыңдар және перзенттерінің бәріне бірдей мейірбан болыңдар. Көп күлме, көп күлсең шын сөздің қадірі кетеді. Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Су сұрап келген адамға ашық қабақ танытып, шелегіне су құйып беріп, ізгілік жаса. Кеуде керіп, қыр көрсетуден сақтан, Алла тәкаппарларды жек көреді. Кісінің аманатынан уақытында құтыл. Еңбегіне қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама. Адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйкімсіздері шектен тыс дұшпандық жасаушылар. Шақырған жерге ғана бар. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңдар. Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар, өйткені ол барлық жамандықтың кілті. Сауабы тиетін іс істегенде қуан, күнә жасаған кезде ренжі, сен сонда ғана шын мұсылмансың. Бұл дүниеде қисынсыз көп сөйлеген адамның о дүниеде күнәсі көп болады. Барлық істе турашыл болып, адамдармен сыпайы қатынас жасаңдар. Бір кісіден адамдар бұзылып кетті дегенді естісен, біліп қой, сол адамның өзі бұзылған. Бір әйелге үйлену ниетін бола қалса, алдымен оны бір көру теріс емес.